Махырге мен Астананың ортасынан 2 пәтер, Семейден 2 пәтер, және де Range Rover немесе Геленваген сұрадым. Менің күйеуім обязан это мне купить, өйткені мешітте отырған кезде ол уәде берді деп біздің ортамызда отырған бір сучка айтып еді. Кешіріңіздер, сол сучкаға мына рилс түседі деп ойлаймын. Ол кезде шапалақ бергім келді, бірақ мен я ж культурная жауап бердім. Махырдың бастапқы мақсаты, егер сен болашақта күйеуінсіз қалып қалсаң, ажырасып немесе жесір болып қалсаң, жесір дегеніміз білесіздер, яғни күйеуің қайтыс болса, балаларымен далада қалмас үшін махырге берілген сыйлықты сатып, бастапқы уақытта өмір сүру. Сол үшін махырге мен коллекция сұрадым, сумка сұрадым, аяқ киім сұрадым, ондай нәрсе керек емес. Коллекция ол бүгін бар, ертең жоқ. Ал алтын пәтер ол бар нәрсе. Мен неге жындандым, ол қыз мұсылманда емес, қазақтарда махыр бәр деп шыққан үшін жынданған едім, өйткені қазақтарда махыр жоқ, ол исламда бар. Қазақтарда қалың мал бар, иә, бірақ Семейде, Востокта, Шығыста қалың мал жоқ. Сондықтан көбі құтырады, махыр сұрайым деп. 3 жылда алып бер деп айтыпты. 3 жылда білмеймін несін алып береді, өйткені адамдар iPhone 800 мың теңгеге алады да, рассрочканы 24 айы 2 жыл жабады сол 800 мың теңгені. А ты представь, 4 квартиры, 1 машину, ты что с тобой не так? Еще зарплатасы 250 мың, 300 мың. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.